Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеомда өзімнің математика сабағыма математикалық геометриялық фигуралардан құралған криптограмманы қалай жасадым, соны көрсеткім келеді. Ал сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір жазып қойыңыздар. Ұстаздар қауымына жақсы мынандай бір сөз бар. 40 жыл ұстаз болсаң да, 45 минуттық сабағыңа үлкен дайындықпен, жауапкершілікпен бар деген. Мен де осы ұстанымды жақсы көремін. Әрқашан сабағыма үйден балаларға кітаптан тыс, оқулықтан тыс бір жақсы материал дайындап алып баруды дұрыс деп санаймын. Және сондай бір дайындаған материалым мына сіздердің көз алдарыңызда көрсетіліп тұрған криптограмма деп айтуға болады. Криптограмма деген сөз грек тілінен аударғанда жасырын хат деген сөз екен. Яғни балаларға мен сандарды жасырып беремін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сандарды ретімен бере салмаймын. Ол сандарды белгілі бір геометриялық фигураға жасырып қоямын. Мына көріп отырғандарыңыздай кестенің үстіңгі яшығында 7 түрлі геометриялық фигураны орналастырдым, ал оның астындағы яшықтарға 1-ден 7-ге дейінгі сандарды орналастырып шықтым. Келесі кезекте сіздің балаларға ұсынатын кестеңізде мынандай фигуралар болуы мүмкін. Шаршы, қосу жұлдызша, қосу тіктөртбұрыш. Бұл дегеніміз 5 қосу 3 қосу 4 тең 12 деген сөз. Енді осыны бала ойланып, тауып орнына қойып жазу керек, және 12 деген санды разрядты қосылғышқа жіктеу керек. Бұл криптограмманы бір жағынан мұғалім үшін комбинаторика деп айтсақ болады. Жаңаға айтылған 7 фигураны әртүрлі комбинацияда қолданып, балаларға бірнеше тапсырма беруге болады. Мысалы, көріп отырғандарыңыздай сопақша, ромб және дөңгелек деген тапсырма берсек, оны бала қалай орындау керек? Бізде сопақша дегеніміз 2, ромб дегеніміз бізде 6, дөңгелек дегеніміз бізде 7. Сонда қосып шығу керек: 2 қосу 6 қосу 7 тең, яғни сопақ, ромб, дөңгелек 3 фигурамыздан бізде шығады 15. 15 санын енді разрядты қосылғышқа жіктейтін болсақ, 1 ондық 5 бірлік деп бала осылай жұмыс жасайды. Бұл тапсырманы мен сабақтың басында қоям деп жоспарлап отырмын. Осы тапсырмалар арқылы балалар келер сабаққа, жаңа сабаққа дайын болады, топ болып жұмыла бастайды және қызығушылығы артады. Міне достар, мен бір сабаққа қалай дайындалатынымды сіздерге көрсеттім. Осы видео ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.